Баршаңызға сәлем, сіздермен жансая. Бүгін осы тағамның басынан аяғына дейін жасалу жолын көрсетемін. Соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен күрішімізді 4-5 қайтара жуып дайындап аламыз. Одан кейін ыдысымызға май құйып, қуырып алатын боламыз. Қуырып болғаннан соң жақсылап араластырып, одан соң суын құямыз. 2 кесе су құйдым, 2 кесе күрішке тұзын салып қайнататын боламыз. Бір қайнағаннан кейін барып, араластырып, жақсылап астын басып, баяу отта пісіретін боламыз. Енді ашып қараймыз, су тартыла бастайды, сол кезде тез араластырып аламыз. Одан соң барып ортасын осылай тесіп қоямыз, сонда ауасы біркелкі шығып, күріштеріміз толығымен пісіп шығады. Неге 10 минуттан кейін күріштеріңіз дайын болды, осындай рассып жете әдемі дәмді күріш шықты. Енді подливын жасаймыз. Еттің жасалу жолы каналында бар, астына белгілеп кетемін. Пияздың ортасынан бөліп, соломкаға осылай турап аламыз. Теріс турасаңыздар, тура осылай пияздан шашырап әдемі болып шығады. Енді перецтер мен қиярды да соломкаға турап аламыз. Сковородкаға майымызды құйып, ең алдымен пияздан бастап қуырамыз. Етіміз маринатталған, ол тез піседі. Бірінші пияз қуырып аламыз. Пиязы бір қуырылған соң етін салып қуырып аламыз. Еті бір қуырылғаннан соң перецін салып, тоз жақсылап араластырып, астын басып, бір қуырып алатын боламыз. Енді біз қиярын қосамыз. Қиярын қосып, бір қуырып аламыз да тұзын салып, томатын қосып, араластырып, суын құятын боламыз. Суын қатты толтырып құймаймыз. Подливтің бетін жауып тұрса, сол жеткілікті. Енді астын басып 10 минутта пісіріп аламыз. Мінеке 10 минут өтті, суы тартылып, дайын болды, уже пісіп шықты, өте әдемі, жұп-жұмсақ етіміз дәмді болып шығады. Жаңағы пісірген күріштеріңізбен осылай әдемілеп ұсынсаңыздар болады. Мен күнжіт сеуіп сөйтіп ұсындым. Өте әдемі, дәмі тіл үйретіндей болып шықты. Отбасыма қатты ұнады. Сіздер де жасап, каналыма тіркеліп отырыңыздар.